Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы кір сабын туралы. Діннен еш хабары жоқ, сабын өндіргеннен басқа ештеңе білмейтін бір кісі бірде діндар кісімен әңгімелесіп отырып былай дейді: сендердің сенімдеріңнен пайдасы болса, адамдарға тек жақсылық әкелсе, осыншама жылдар бойы дүниеде жамандық, күпірлік қалмайтын еді ғой дейді. Сол кезде иманды кісі сабыншының бетіне бір қарады да: ондай болса, сен жасаған сабындардың да түкке керегі жоқ. Өйткені олардың бір пайдасы болғанда айналамызда кір мен ластық қалмас еді ғой деп уәж айтады. Сабыншы дереу қарсы шығып: адамдар сабын қолданбаса, мен кінәм не дейді. Сол кезде діндар адам: адамдар діннің әмірін орындамаса, діннің кінәсі не? Егер шариғаттың талаптарына барлық пенде мойын ұсынса, күллі дүние баяғыда түзелген болар еді деп діндар жауап береді.